бір шаршы метр жерде укроп дейм ба дейді, соны егіп қойсаңыз, қасында помидор егіп қойсаңыз, огурчигіңіз бар, жағы тағы. Сол сияқты көкөністерді. Бұны айланып келген кезде көрдіңіз бе? Дүкеннен, магазинде ештеңе сатып алмайсыз, өзіңізден шығады ғой. Қызығушылық мен осыдан артады. Осыны айта беру керек шығар, көп жерде, отырған жерде, жүрген жерде, тұрған жерде, бас қосылған жерде осыны айта беру керек ауылда үлгі тұтып. Мен енді мынау әлеуметтік желіде, Instagram, Facebook, YouTube кішкене каналдарым бар өзімнің, жеке. Сол жерге салып отырамын тірліктерімді. Өзіміздің еліміздің әр жерінен хабарласып сұрап жатады, білмегендерін сұрап жатады, әйтеуір білгенімізді бөлісіп, халыққа әйтеуір кішігірім болса да бір, қалай айтсам болады, мотивация дейді ғой. Иә. Бір кішкене ой атып саналарын. Осындай бір кішігірім жерден жұмыссыз жүрген болсаңыз егер, осындай табыс табуға да болатындығын бір көрсетіп жүрген бір нем бар. Әлеуметтік желіде бөлісіп білгенімді. Бағын енді өзіңе де таныс, осы студияға кірердің алдында сенің қасында бір жігіт болды. Ол жігітпен жай бір мүмкіндік тауып сұрастырған кезде, сен өзі Орта ауданның, ол азамат Отырар ауданының Шәуілдірдің жігіт екен. Сенің қасында жүргені сенен көп кеңес алып, сіздің жасаған жұмыстарыңызды зерттеп жүрген азамат екен. Айта кетсең осында. Бұл Самат деген кісі, бұл кісімен әлеуметтік желіде Facebook желісінде таныстық, сұрап жүрді осыдан 1-2 жыл бұрын. Жаңа істеп жатқан тірліктерімді салып қоямын ғой, жаңа суретін, видеосын дегендей. Сол посттарымды қарап, жекеме шығып сұрады. Өзіңде бір есік алдында бір 50 соттықтай, 40 соттықтай жер бар екен, сол жерге бір егін ексем болады екен ғой деген бір ой келе бастайды ол кісіге, жаңа біздің істеп жатқан тірлігімізді көріп. Сөйтіп ол кісі өткенде бір келіп кетті, шаруашылықтарын, тірліктерімді көріп танысып кетті. Кешеде келіп, тағы да ақылдасып кетті. Бүгін қалаға келіп, енді ұрықтарын алып, қиярдың арнайы көңдерін егетін. Сондай бір қалбырша ыдыстарын соны алып, Құдай қаласа, бүгін ертең уже бастайды ала берді. Күздік қиярды өсіріп, 20 соттықтай жерді көрмекші. Бұйырса, жақсы болса, келесі жыл үлкейтеді ауқымды. Сізде бір-екі берсеңіз, бұл да өзіңді жаңағы әлеуметтік желіге өзің жасап жатқан тірліктеріңді, істеріңді салғанның нәтижесі ғой. Соның нәтижесі. Соның нәтижесі. Мінекей көрдіңіз бе? Жаңа өзің айтқанда ауыл жерлерді бос жатқан жерлер өте көп. Өзіңді дұрыс айтып кеттің, осы азғантай жерден еңбектенгенде не өнім аламын деп. Сондай нәрсені ойлайды ғой. Бірден батып қалу мақсат емес, кәсіп содан басталады. Ақша, не дейді, теңге тиыннан құралады дегендей. Ауласында шағын жер болса да біріншіден өзі жейді, бала шағасы жейді. Содан барып кәсіп бейімделеді ғой, құр жатқаннан